Это проект «Моншеррат» в рамках ФУРа. Это действительно очень такой действенный проект. Начали мы с ними работать с 9 декабря. Сегодня вот конечный результат фестиваля. Работа шла в нескольких направлениях. Это вот клубы английского языка, Speaking Club, клубы арт-студии, технического творчества, STEM-лаборатории. Развитие здесь в основном было функциональной грамотности детей, творческого потенциала детей. С таким вот большим энтузиазмом девочки, волонтеры принялись за работу. Мен Эльзаға дұрыс келсем. Эльза дұрыс айтады. Жаңа жыл біздің табиғатымызға зиян. Салют атқанда ғимаратқа зиян келтіреді. Ол дегеніміз ғимараттардың көбісі, басым көпшілігі электр тобымен орналасқан. Мне охота людям новогоднее настроение. Мы покупаем подарки, новогодние подарки, чтобы раздавать многодетным семьям, малоимущим семьям. Ал бізге қараған жұмысшыларға ол жай күн сияқты өтеді. Тіпті одан да қиын болып кетеді. Иә, келісемін. Бұл уақытта мен жұмыста боламын. Дәрігер ретінде маған бұл жаңа жыл маған барлық клубтар өте қатты ұнады. Барлық менторлар өте ашық, көңілді адамдар болды. Олар бізге көптеген нәрселер үйретті. Сайенста біз әртүрлі үй жағдайында жасауға болатын қызықты эксперименттер жасап үйрендік. Ал дебатыда бізге өз ойымызды анық айтуға, оңай жеткізуге үйретті. Және де ағылшында біз көптеген күнделікті қолдануға болатын сөздерді үйрендік. Олармен сөйлемдер құрадық, ән айттық, өзіміздің спикингімізді жақсарттық. Және де арт клубында біз пластилинмен әртүрлі фигуркалар жасадық. Мы увидели искусство, мы увидели ум. Поэтому, дети, пожалуйста, мечтайте и всегда добивайтесь своих целей. И это были очень интенсивные, очень интересные, очень приключенческие 2 недели в моей жизни. Я очень благодарна этой возможности нашему Назарбаевскому университету, фонду ФУРу и первой школе. Это очень огромная возможность была для нас, и оно принесло очень много новых опытов и новых навыков. Жалпы біздің жобамыздың Моншеррат деп аталу себебі, біз әрбір баланың шырағын жаққымыз келеді, әрбір баланың потенциалын көргіміз келеді. Және де біз осы 4 ментордың да бірінші тәжірибесі балалармен жұмыста осы жобада. Бірақ сіздердің түсіністіктеріңізге, бізге құрметпен қарағандарыңызға, сыйлағандарыңызға, алты уақыттарыңызды бөлгендеріңізге көп-көп рахмет. Ол мұғалімдерге де, ата-аналарға да және әсіресе балаларға да айтқым келеді осы рахметті. Бұл менің Моншерраттағы алғашқы тәжірибем. Осакаровкадағы осы өткен 2 апта баға жетпес сый болды біз үшін. Бізге барлығы ұнады. Балалардың ынтасы, арман мақсаттары, бізбен олардың бөлісуі, бізге сеніммен қарауы менің жүрегімді өте қатты елжіретті. Мен шынымды айтсам, бұндай реакция күтпеген едім. Әрбір баламен сөйлесуге, танысуға, бағыт-бағдар беруге тырыстық. Менің ойымша бұл үлкен жауапкершілік.
қазір шынымды айтсам өте көп сезімге толы болып тұрмын, балаларды қимаймын. Кеше де бүгін де жылап, бірімізді құшақтап, қоштасып жатырмыз. Бірақ біз олармен әлі байланыс жоғалтпаймыз. Барлықтары үлкен ер азамат болады деген өтеміз, және де барлығын Назарбаев университетінде күтеміз. Бізден алған тәжірибелерін, кеңесін өмір жолдарында қолданады деген сенімдеміз. Және де әлі де сұрақтары болса, көмек керек болса, көмектесуге дайынбыз. Кім бастады бұл ұрысты? Ол мен тыңдамайды, оныкі дұрыс емес. Не болса да, жаңа жылда достар мен отбасы арасындағы ренішті кешірулерің керек. Келе жатқан жаңа жылда достар мен отбасы оқуларда махаббат пен ықыласпен қараңдар. Татуласқандарына қуаныштымын. Мен ойлағанда да өте жақсы өтті. Рахмет, балалар. Дәл осындай марапатпен Боранбай Мухаммед Али. Құрметті Ақбагамбетова Мара Жанабаевна, сізге Назарбаев университетінің стипендияларымен ұйымдастырылған мың шырақ әлеуметтік жобасының дамуына үлес қосқаныңыз үшін алғыс айтамыз. Обязательно надо сфотографироваться. Все смотрим, улыбаемся. Ал енді осы мың шырақ бағыттан кейін осы 4 туған жұртымызға алғысымызды білдіреміз. Осы біздің Әлихан Бөкейхан атындағы Тілек мектебіне осы келіп, өздерінің білімдерін, өздерінің үлесін қосқандарына мың алғыс. Осы балаларға берген білімдеріне білмейтін затын біліп, білмейтін затын көріп дегендей, осы балаларға бүкіл нәрсені үйретіп, келгеннен бастап жақсы танысып, осы қыздармен бір жақсы бір дос болдық деп айтуға болады. Мың шырақ ұйымына алғысымызды білдіреміз. Осылай келіп тәжірибесімен алмасып, біздің оқушылардың бір қызықшылығын ашқанына, және де біз осы 2 апта уақыт аралығында жақсы дос болып кеттік. Алдағы уақытта өмірде табыс, мол бақыт, күшті, одан да ары қарай жетістіктерге жете беруге Аллах нәсіп етсін. Вообще, девочки, конечно, молодцы. Я, конечно, хочу отдать большое должное их идеям, их креативному подходу, их инновациям, их энтузиазму, инициативе. Ну, это действительно продвинутая молодежь, которая в будущем будет, как это наш фонд молодой, будущее Казахстана. Это наш такой, можно, монолит, за которым можно идти. Действительно, мың шырақ, зажгите звезды. Пусть всегда у них будет светлая дорога, пусть зажигают, где бы они ни были, вот такие звездочки. Я рада за 2 недели плодотворного труда. Мы сейчас вот выходили, я со своим 10-м русским классом шла, разговаривая, они говорят, Маржанбаевна, говорит, стоящие, говорит, ребята, видите? Это самое большое счастье и самая большая оценка для учителя – это оценка ученика. Когда ученик дает оценку, зал как полный, зал, аудитория как восприняла, молодцы, молодцы. Ну и мы постарались для них, чтобы они беспрепятственно работали.